Ауа райының өзгеруіне байланысты елдегі өзгерістер. Ассалаумағалейкум, арнамыздың құрметті қымбаттылары. Егер осы хабарды сіз толық білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Қазгидромет синоптиктері 7-9 шілдеге арналған ауа райы болжамын ұсынды. Атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты елдің басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болады, деп хабарлайды Массагет тілшісі. Республиканың батысында, шығысында, оңтүстік-шығысында, ал 7-8 шілдеде оңтүстігі мен орталығында күн күркіреп, жаңбыр жаууы мүмкін. 7 шілдеде орталықта, шығыста, 8 шілдеде батыста, оңтүстік-шығыстың таулы аймақтарында, ал 9 шілдеде батыста нөсер жаңбыр жауып, бұршақ жаууы ықтимал. Батыс, оңтүстік және шығыс өңірлерде жел күшейеді деп күтіледі. Сондай-ақ, синоптиктер елдің солтүстік-батысында, орталығында 35-39 градусқа дейін аптап ыстық, кей аймақтарда 41 градусқа дейін өте қатты ыстық болады деп болжап отыр. Республиканың солтүстігінде де күн ысып, термометр бағаны 35-38 градусқа дейін жетеді. Қалған аймақтарда айтарлықтай өзгерістер күтілмейді, деді Қазгидромет мамандары. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.